Сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз таңғы асқа панкейк жасап үйренеміз. Ал достар, бүгінгі біздің завтрагымызге, панкейкке қажет заттарымыз: 2 банан бұл керек болады, 2 жұмыртқамыз, 50 граммдай майды растопить етіп аламыз, 200 грамм ұнымыз қажет, разрыхлитель 1 ас қас чайная ложка жетіп қалады, 200 грамм сүт, 3 столовая ложка сахар, щепотка дейді ғой, кішкене щепотка соли и щепотка сода қажет болады, ас содасы. Ал онда кірісейік. Бірінші бананымызды жақсылап езіп аламыз дағы. Сіздер блендерда езсеңіздер болады. Біз кішкене вилкамен езіп алып, сосын молокомен бірге блендерда езіп аламыз. Енді блендерімізге қойып, осыны езіп аламыз. Мінекей, блендерімізді жақсылап езіп алдық. Бұл жерде сүтіміз бен бананымыз. Келесі майымызды қоямыз үстіне. Сахарымызды саламыз. Бәрін араластыра береміз. Жұмыртқамызды саламыз. Езілмей қалады деп уайымдамаңыздар, бәрі езіледі. Енді щепотка солімізді, щепотка содамызды салдық. Енді осындай жақсылап араластырып аламыз. Келесі бізде разрыхлитель. 1 чай қасық саламыз. Енді осындай араластырып аламыз жақсылап. Мінекей, бәрін салып араластырып алдық. Енді келесі этап бізде ұн болады. Осыны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мінекей, бізде қатты қою емес, қатты сұйық емес, осындай мінекей смесь болады. Енді келесі пісіруге кірісеміз. Енді біз осы тестамызды аздан алып сковородкамызға құйып пісіреміз. Сковородканы кішкене маймен майдалаймыз. Қазір біреуін құйып көрсетіп істеп алайын сіздерге. Сосын ары қарай бір сковородқа бірнеше ұн салып істесеңіздер болады.
ортасына, панкейктің мына ортасына шоколад салсаңыздар да болады. Нутелла салсаңыздар да болады, немесе ягоды салсаңыздар да болады, сгущенка салсаңыз да болады. Ол сіздердің өздеріңіздің қалауларыңыз. Мінекей достар, осындай огоньда жай оттықта екі жағын өстіп қаптап пісіріп аламыз. Қазір келесісін ортасына енді біз шоколад саламыз. Мінекей осының орталарына шоколад салып, бетін кішкене панкейк құйып жауып қоямыз. Аударамыз. Осылай ортасына шоколад салып, екі бетін аударып пісіреміз. Мінекей достар, шоколад қосылған панкейкіміз таңғы асқа